Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Python тілінің continue циклін басқару тақырыбы. Бүгінгі сабақта біз continue нұсқалығы туралы білеміз. Және continue нұсқалығын for параметр циклі мен while шарт циклінде қолданылуды үйренетін боламыз. Continue нұсқалығы, жалпы continue тілі ағылшын тілінен аударылғанда жалғастыру дегенді білдіреді. Continue белгілі бір қойылған шарттың көмегімен ағымдағы цикл итерациясын тоқтатып, келесі цикл итерациясына ауыстыратын цикл нұсқалығы. Continue нұсқалығы циклдің басына бірден ауысуды қамтамасыз етеді. Бұл нұсқалық арқылы кей жағдайларда циклдері кіріктіріп пайдаланудан сақтайды. Continue нұсқалығын циклдің екі түрі бар. Ол for параметр циклі мен while шарт циклінде қолдануға болады. Бір схемада бізде for цикліне қолдану кестесі бар, және екіншісінде while цикліне қолдану. Бұл екеуінің тек айырмашылығы бастапқысында оператордың берілуінде, жаңағы for деп жазылады, және while және тырнақшаның ішінде шарт деп жазылады. Өрнегі осылай. Оны біз қазір алдағы практикадан жасап жатқан кезде үйренетін боламыз. Және де continue нұсқалығын тиімді қолдану. Continue нұсқалығын тиімді қолдану программада цикл құрылымын оңайлатып құруға көмектеседі. Бұл нұсқалық кейбір есептердің программасын қарапайым етіп құруға ыңғайлы. Оны төмендегі мысалдардан байқауға болады. Мысал ретінде латын әріпінен құралған S, яғни жол берілген. Осы жолдағы барлық A әріптерін өшіріп жолды экранға шығар. Бұл есепте for параметр цикл көмегімен continue нұсқалығын пайдаланып, оңай программа құруымызға болады. For циклімен жұмыс істеу while цикліне қарағанда күрделілер болғанымен, Pythonда бұл цикл әмбебап, яғни универсал. Циклді сандар тізбегі жолдар мен тізімдер сияқты объектілердің кез келгеніне қолдануға болады. Бұл мысалда біз for циклін жолдық объектілерге қолдану әдісімен таныстық. Және де біз жаңағыдай практика дегендей continue циклін түсіну үшін бізге қазір бір-екі есеп шығарсақ, бір-екі мысал көрсек. Ол үшін бізге әрине онлайн Python Google-ға солай жазсаңыздар, Python онлайн түрі шығады, немесе өздеріңізде жүктеп алсаңыздар болады. Келетін болсақ, бізге экранға 0-ден 100-ге дейінгі аралықтағы жұп сандарды шығаратын программа жазайық дейді. Яғни қалай 0-ден 100-ге дейінгі жұп сандарды экранға шығаратын боламыз. Оны жазатын болсақ, бізге for толықтай өшіріп басына жазайық. For I in range, және де жақшаның ішінде бізге 100 керек. Себебі 100-ге дейінгі деп жатыр. Келесі егер not дейді. Егер I процент 2 қос теңдік және 0 соңғы қос нүкте, оны жалғастыру дейміз. Бүгінгі тақырыбымыз continue деп жазамыз. Continue деп жазсақ, одан кейін бізге экранға шығару үшін, толықтай орынды көруіміз үшін print деп жазамыз. Және жақшаның ішіне бізге I табуымыз керек. Run немесе F9 дегенді басуымыз керек. Практикадан тексеруіміз үшін. Бассақ бізге 0-ден бастап, яғни 0-ден бастап 100-ге дейінгі тек қана бізге жұп сандарды ғана шығарып беруде. Өздеріңіз көріп отқаныңыздай 0-ден 100-ге дейінгі жұп сандар шығарып береді. Және келесінде біз тағы да бір есеп мысал келтіретін болсақ, бізге қандай есеп берілген? Бізге берілген программа фрагменттерінің орындалу нәтижелері қандай болады дейді. Яғни бізге бір рейнжге жаңағыдай for, қазір 1 минут, for I in range, жақшаның ішіне біз қай санды алсақ болады? Біз 9 деп алайық. Мысалға 9 дейік, қос нүкте қойамыз. Одан кейін if дейміз, және I қос теңдік, және мысалы 9-ға дейінгі сандардың арасында 3 деген санды өткізіп жіберетін болсақ, яғни continue.
соңында continue жазамыз. Бізге программаны тексеруіміз үшін print керек. Және соңында I деп жазамыз. Тексеріп көрейік. Бізге бұл жерде 0-ден 9-ға дейінгі сандардың тізбегін шығарған. Және де бізге бұл жерде 3-ті өткізіп жіберуіміз керек. Себебі қалай? Тізбектеліп жазылып тұр. 0-ден 8-ге дейін, яғни 9-ға дейінгі сандарды шығарып тұр. Бізде 3 жоқ. Себебі біз 3-ті өткізіп жібердік. Қысқаша осы continue деген тақырыбымыз Python тіліндегі сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаған болса, біз әрдайым қуаныштымыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.